Ассалаумағалейкум барлығына. Соңғы стримнан кейін көпшілік адамдар сұрап жатыр. Мынау карантин уақытысында қалай болады? Мен стрим кезінде түсіндіруге тырыстым осы жөнінде. Қазір жеке видео арнап осыған сіздерге детально айтып бергім келіп отыр. Карантин уақытысында, ЧП уақытысында визаға тапсыру қалай болады? Одан кейін авиабилетті алу, сатып алу қалай болады, Америкаға бару процесі, жұмысқа орналасу қалай болады. Сол жөнінде сізге қысқаша бір видеоменен жолдағым келіп отыр, айтқым келіп отыр. Мен айттым, біз уже қазір бір аптадай уақыт өтті. Бір апта бұрын елшілікке хабарластық, мән жайды түсіндірдік. Америка құрама штаттарының Алматыдағы елшілігіне. Содан кейін ол кісілер айтты, бізге август айынан бастап интервьюға жазыла беруге болады. Яғни март-апрель айындағы интервьюға, визаға жазылған клиенттердің барлығы отмена жасалған болатын. Соларға автоматически август айына олар жазылмайды. Оларға міндетті түрде анкетаны қайтадан толтырып, қайтадан интервьюға, датаға жазылу қажет. Егер де консульский сбор бар ғой, төленетін интервью үшін $160 көлемінде, сондайда төлеп қойған адамдар, олардың консульский сборының чектері жарайды. Бір жылдан астам уақытқа. Яғни қайтадан жазылу керек болады. Сол секілді август айына интервьюға жазылу басталды. Бірақ қазір біз өзіміздің клиент жаздық, тағы да өзге де Америкаға тапсырғысы келіп жатқан адамдар көп. Білесіздер ғой, күніне бір қаланың өзінде, мысалы Америкаға күніне 100 адамдай ол жазылады. Солардың барлығы интервьюға жазыла бастады. Теперь енді біз соңғы көргенімізде августтың соңы, сентябрьге уже адамдар жазылып жатыр. Бір кісі сұрады менде комментарийда, мен сентябрьге пәленше жәндегі мероприятияға Америка құрама штаттарында болатын барғым келеді. Қашан визаға тапсырайын? Біз айттық, қазіргі кезде сентябрь айына интервьюға жазылу болып жатыр. Ол кісі айтады, хорошо, мен онда август айында тапсыратын боламын деп. Бұл жерде айта кететін нәрсе, август айында менің ойым бойынша, статистика бойынша қазір болып жатқан сентябрь, октябрь айында орын болмайды. Ноябрь, декабрь, уже январь айларына адамдар жазыла бастайды. Себебі біріншіден тапсырып жатқан адам көп, барғысы келіп жатқан. Екіншіден консулдардың уақыты шектеулі. Консулдар бір консул, екі консул болады, бір консул 7 минутта екі потокты қабылдайды. Яғни әрбір адамға интервьюға 3,5 минуттан уақыттан арналған. Олардың келуі бар, қайтып келуі бар, средний 3 минуттай өткізеді. Сондықтан осындай кезек осындай болып отыр. Яғни Америкаға баратын болсаңыздар, тур план бойынша, дәл сондай студенттік виза бойынша қазіргі кезде 6 ай алдын жоспарлай беру керек тур планды. Біз қазір клиенттерге баратын, август пенен сентябрь айына жазып жатқан клиенттерге Америкаға тур планды ноябрь айында, декабрь айында барады деп жасап жатырмыз. Солай. Барлықтарыңызға айта кететін нәрсем осы. Енді келесі билет алу қалай болады? Қазір 11-ші бізде мамыр. Менің дерек бойынша карантин уақыттар сақталады, бірақ жалпы мынау чрезвычайный положениені алған болу керек. Одан кейін Қазақстанның ішінде қала арасында авиа нелер тасымалданып жатыр, жұмыс жасап жатыр. Енді мынау тур план бойынша
сентябрьге дейін менің ойымша шетелге авиа компаниялар уже жұмыс жасай беретін болады. Бұл менің көзқарасым. Қандай себептер болмаса да, бұл жерде ең басты нәрсенің бірі ол виза алу. Виза 10 жылға беріледі. Қай кезде қолайлы арзан авиабилет шығады Америка құрама штаттарына, сол кезде алуға болады. Авиакомпаниялардың барлығы қазір келесі айға уже июнь айына билеттерді сатылып жатыр, оны көруге болады. Бірақ нақты ол жөнінде менде ақпарат жоқ. Сол секілді сондай. Студенттерге келетін болсам да дәл солай. Оқудың мерзімі қазір тапсырған күннің өзінде сабақ 6 айдан кейін ғана басталатын уақытқа жоспарлаған жөн. Барлықтарыңызға рахмет, видеоны көргендеріңізге. Нақты түрде түсіндірдім деп ойлаймын. Қосымша сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға жазыңыздар, жауап беруге тырысайын.